балаларымыз бүгін бізде ерекше сабақ болып алды. Ашық сабақ. Қонақтар қатысады. Сабаққа дайынбыз ба барлығымыз? Жарайды. Әр топтан бір оқушы тапсырмасын айтса болады. Атты дәріптеп, оны сипаттайтын өлеңі. Бұл өлеңде ер қанаты ат деген ой түзіледі. Атты жан-жақтан сипаттап болған тән белгілері айрықша көрсеткен. Менің ойымша бұл өлеңде өзгелерден ерекшелігі автор мұнда 27 түрлі ат сынын көрсетеді. Қазақтың дарқан даласында батырларымыздың мінсе көлігі, жауға шапса серігі, ашықса азығы, шашса жаман төсеген қазанаты, шапқанда шаң жұқтырмас тұлпарға тән белгілерін айтқан. Қорыта келе айтарым, бұл өлеңде ақын атты шыншыл, дәмшіл үлгіні көрсетіп, реалистік шеберлікті көрсете білген. Бұл өлең мазмұнында ат жайын аса ілгерілікпен дәл айтудан мақсат етіп алған шығарма өлеңдік құрылыста және сөздік байлықта, ақындық орамды шешендікте де бір тегіс тұтас келісімді танытады. Өте нақтылы, шыншыл, дәмшіл үлгіні көрсететін реалистік шеберлікпен толық шыққан көркем шығарма. Жақсы. Халықтығымен, қарапайымдылығымен құнды деген пікірді ары қарай өздерін толықтырып, кім айтады? Бұл жерде мен дұрыс айтады деп ойлаймын, өйткені абай көптеген шығармаларында халықтарды, адамдарды сынға алады. Ол жерде адамдарды халық шығармаларында адамдар туралы, олардың мінездері, қылықтары туралы айтылады. Фариза. Қарапайымдылығы осы шығармада сол кезінде қоғамдық мәселені көтеріп, бізге ол солды ажырата білді, жаңағы үлгі болды. Абай атамыздың шығармаларының тәрбиелік мәні зор екен, тәрбие аламыз, ол кісіден. Жақсы, келесі айта ғой. Шығармаларында қара сөздерінде де, барлық өзінің өлеңдерінде де адамның жақсы мен жамандылық қасиеттерін айтып, адамды қандай болу керегін айтылған. Өте жақсы. Абай өзінің шығармаларын қарапайым халыққа арнап жазған, және де осы әр халықтың өзіндік рухани негізі бар дегенде, осы қазақ халқы үшін арнап, Абай өзінің шығармаларын қазақ халқына арнап, осы қазақ халқы үшін ол баға жетпес мұра болады, мұра болып саналады, және де бұл халықтың өзіндік іргелік негізі болып табылады деп ойлаймын. Жарайды балалар, олай болса, үй тапсырмасына баға берейік. Бірінші топ үй тапсырмасы қалай бағалайсыңдар? Қане, бас бармақ астымен бағалайықшы. Үшінші топты бағалайықшы, қане. Үшінші топты, бірінші топ бағалайықшы. Бас бармақ, үшінші топ жақсы жауап берді. Неге екінші топқа жақсы деген баға қоймадыңдар? Бұлар үй тапсырмасын орындап келді, жақсы балалар. Бірінші топ кішкене өздерді қамшылардар, сабаққа белсенді атсалысыңдар. Балалар, Абай атамыз аттың сыны, яғни жылқы малының сипаты туралы, оның ішінде бәйге атының сыны туралы, өзінің аттың сыны деген өлеңін арнаған екен. Осы аттың сыны сияқты басқа қандай ұқсас өлеңдерді білесіңдер? Бәйге атының жүйрік атқа мысал болатын. Қане, қандай мысалдар келтіруге болады? Батырлар жырынан, ертегілерде бар, біздің көптеген дұрыс құлагер. Тағы кім ол құлагер дегеніміз не? Ақан серінің жүйрік бәйге аты екен. Ұлттық психологиясын дәріптейтін бәйге аттарымыз көп екен. Оның ішінде жай бәйге ат емес, бапталған, бәйгеге бапталған арнайы күтіммен отырған, күтім көрген бәйге аты туралы екен. Олай болса, балалар, тапсырма орындаймыз. Бәріміз кітабымызды ашайық. Аттың сыны өлеңі. Кекілі бар, қамыс құлақ, қой мойынды қоянжақ, бөкен қабақ, ауыз омыртқа шығыңқы майда жалда, ой желге өмір егін болса саға. Теке мұрын, сал берін ұзын тісті, қабырғалы жоталы болса күшті, ойындеті бөккөлі омыраулы, тояттаған бүркіттей салқы түсті. Жуан, тақыр бақайлы жұмыртыя, шындағы қабырғадан тұрса аулақ, жер соғарлығы сіңірлі аяғы тік,
жауырыны етсіз жалпақ тақтай даяқ. Келін сауырлы, қармағын қалбағайлы. Алдарды бірдей келсе ерге жайлы, күлте құйрық, қылтығы әлді келіп, көтендігі шығынға аламайды. Орсығы төмен біткен шақпақ етті, өзі санды дөңгөлік келсе өтті. Сырты қысқа бауыры жазып келіп, арты талта умасы үлпершетті. Шедердегі жуандау бота тірсек, бейне жел тынышты, екпінді меніп жүрсен. Екі көзін төңкөріп қабырғалап, белдеуге тыныш тұрса, байлап көрсен. Тығылмай, әм сүрінбей жүрдек көсен. Иек қағып, еліріп жүрсе әсем, шапса жүйрік. Мінсе берек, жуан жуас, аразымен осындай ат мінбесен. Жеке жұмыс орындайық, жеке әр оқушымен бинго әдісі бойынша қасендегі сұрақтар қойылады. Әр оқушы өзі жеке жауап береді. Мал туралы қандай мақалық мәселелерді білесіңдер? Жақсы атты тай жағалайды. Бұда Тұлпар түбін табады. жақсы, тамаша. Ат ол ердің серігі және ер атсыз, ер қанатсыздай болады. Негізі оңай болған. Жауға көрігі болған, иә? Болған. Және ол ер адамдар соғысқа шапқан кезде де ат үстінде шапқан. Және де ат жеті қазынаның біріне кіреді. Ол да ит секілді адамның досы болады. Сондықтан Жақсы. Ол батырларымыздың мінсе көлігі, жауға шапса серігі болған жерінде ашықса азығы болған. Құлагерге қандай шығарма арналған? Ақбота? Жақсы. Дұрыс, иә? Келесі сұрақ. Не себепті барлық аттың сипаты бірдей болмайды? Не себепті балалар? Неге барлығы Абай атамыз жырлағандай ат болмайды екен, бәйге аты? Себебі оның өзінің күтімі болады. Оны өзі қайттан қуған еді, оны үйретіп бастайды, бәрін көзбен көрген екен, үйреніп сайшады, басып өтеді. Әр аттың өзі ерекшелігісін сипаты болады. Жақсы. Бәйгеге шабатын болмайды. Олардың егесіне қарайды ғой. Егесі оларға жақсы күтім жасаса, олар жақсы ат болады. Бәйгеге шабатын болады. Бақтайды екенбіз? Дұрыс айтады екенбіз. Ал құстарды, қыран құстарды бақтайтын кісілерді құсбегілер деп атайды екен. Өте тамаша балалар. Бізден ары қарай сабағымызды жылқының сипатын тұжырымдап айту мақсатында келесі тапсырмамызды орындаймыз. Интернеттен бәйге аттың суретін тауып, оны қара сөзбен сипаттап жазамыз. Аттың тұлғалық ерекшелігін қара сөзбен сипаттап жазасыңдар. Есіңдер, одан кейін образдардың тұлғалық ерекшеліктерін жазасыңдар, сосын қорытындылап сөйлейсіңдер. Оларды жарысқа дайындағандықтан өзгеше күтім қажет етеді. Сонымен қатар жалы жалбырап әдем болып тұрады. Оған мысалы шапқан атқа жеткізбес бөкен жемес, ыза қылдың қолына бір тигізбей. Жүйрік жылқының төрт тізмішігі, жон арқасы, сағалдырығы, тұмсығы, тілі, тісі, құлағы ұзын болады. Соған дәлел теке мұрын, салпы ерін ұзын тісті дейді. Басы түзу, құлағы ұзын, тұрқы артынан қарағанда қусырылған сөлбейін, кеудесі талысты, мойны сылаң болып. Сайгөлтен енген әрбір адам қанат біткендей арқаланып, айбындап кетіп, желмен жарысады, еркіндік пайда болады. Ұзаққа шабатын аттың белгілерінің бірі ол шідерлігінің жуандау және омырауының кең болуы және тағы басқа. Сондықтан аттың бойында ешқандай кемшілігі жоқ, артық майы жоқ, өте жүйрік, қиындықта қалдырмайтын. Бұл себепті өте жүрек жүрісі бөлек болып келеді. Олардың көзіне от лаулап тұрады және олар денелі түр сипаты ерекшеленіп тұрады. Жүйрік аттың болуы үшін ерекше күтім қажет. Аттың қандай болуына иесіне байланысты. Жақсы. Нұрасыл.
мынаяқтан қарағанда өте мықтырақ болады. Себебі оларда аса күтім керек. Себебі олар жарыстарда қаншама қиындықтарды өту үшін олар үшін жақсы тамақ және жақсы күтім қажет. Олар жылдам болады. Себебі наш мақтарда айтады. Сапша жүйдек месе берек жуан жуас. Ғасырлар бойында мал өсірумен көшпелі күйде тірлік еткен елдің ақына аттың бағасын өзгеше түсінеді. Соның ішінде бәйге аттың орны мүлде бөлек. Ол қазақтың баяғы заманнан бергі ауызша әдебиетінде де сан алуан қиял құрағы болып жырлауы керек. Жақсы, тамаша. Ерекше. Сонымен қатар ұзаққа шабаты, омырауы кең, жұмыр тұяқты, оған ерекше күтім қажет етеді. Ат мойы жоқ, ұзақ сапарға бәйгеге әзір жараған бұл бәйгеге алынған аттың көрсетеді. Сонымен қатар ақын шапса жүйрік, білсе берік, жуан, жуас деп разы болады. Образдардың тұлғалы ерекшелігін айқындайтын мысалдарды таптық, иә? Ал келесі балалар тапсырмамыз топтық жұмыс орындаймыз. Бірінші топқа кейіпкер мінездерін ерекшелеп тұрған сөздер мен суреттерлер табасыңдар. Екінші топ кейіпкерлердің қоршаған ортаға қарым-қатынасын анықтайсыңдар. Үшінші топ кейіпкер бойындағы ұнамды және ұнамсыз қасиеттердің тізбесін жасайсыңдар. Тапсырмасы бітті ме?